Қазақмыс корпорациясының коммерциялық қызметі мамандары Алматыдан Қарағандыға қоныс аударды. Сапар алдында ұжымда үлкен жиын өтті. Функция снабжения, она должна быть поближе к производству. Жабдықтау қызметі өндіріске, тығыз байланысты жұмыс істейтін құрылымдық бөлімшелерге жақын орналасқан жөн. Сіздер мұның қаншалықты маңыздылығын, ауадай қажеттілігін түсінулерің керек. Сіздерге не тілесем екен? Әсілі қоныс аудару атты машақаты мол процесті ауырсынбай, одан тез өтуді тілеген жөн шығар. Потому что, сами знаете, в народе есть поговорка такая: переезд как два пожара. Қызметтің Алматыдағы кеңсесі көше көшкенше жұмысты тоқтатқан жоқ. Қызметкерлер құжаттар мен кеңсе құралдарын қораптарға салып, жинала жүріп қоңыраулар мен хаттарға да жауап беріп үлгерді. Первоначально, конечно, было какое-то, может быть, смятение. Әрине бастапқыда үйренген Алматыны Қарағандыға ауыстыруды ойлап абыржығанымыз рас. Жалпы біздің әрқайсымыз мұны жағымды жаңалық, өзгеріс ретінде Қарағандыда жаңа көкжиектерді бағындыруға берілген мүмкіндік деп қабылдадық. Новые горизонты, которые мы можем открыть уже в Караганде. Мекеменің көшетіні туралы ақпарат коммерциялық қызмет персоналына 2013 жылдың соңында арнайы жиын барысында хабарланған болатын. Қызметкерлерге таңдау жасауға 3 ай уақыт берілді. Жабдықтау бөлімінде жұмыс істейтін 79 адам мекемемен бірге Қарағандыға көшу туралы шешім қабылдады. Өзгерістің қай-қайсысы да абыржытпай қоймайды. Қызметкерлер біраз толқыды. Бұл заңды құбылыс. Жалпы алғанда қызметкерлердің 90%-ның белді бірден бекем буып шешім қабылданғаны қуантты. Бұл біздің корпорацияның, әріптестердің, ұжымымыздың рухани жағынан ерекшелігін көрсетсе керек. Ол ұжымның беріктігін мекеме қай жерде соғырланса да айырмашылық жоғын дәлелдеді. Қазақмыс басшылығы қызметтер мен бөлімшелерді көшіру туралы шешімді бұған дейін де талай қабылдады. Әдетте оған компания құрылымы мен қызмет географиясындағы өзгерістер түрткі болады.